ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты мен Ресей Федерациясы Челябинск біліктілікті арттыру және қайта даярлау институты арасында жасалған меморандум негізінде педагогтың кәсіби қызметін кешенді бағалауды ұйымдастыру мен өткізудің амалдары, кәсіби стандартқа көшу жолындағы тәжірибе және болашақ тақырыбындағы 2 күндік семинар аясында 36 сағаттық арнайы курс өткізілді. Институт директоры, филология ғылымдарының кандидаты Әбішева Нұргүл Молдабаевна, арнайы курс жетекшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Челябинск педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтының ғылыми әдістемелік және ақпараттық аналитикалық жетелеу зертханасының меңгерушісі Чипышева Лариса Николаевнаны таныстырып, жұмысына сәттілік тіледі. Ректор педагогтердің кәсіби дамуын ғылыми әдістемелік жетелеу сұрақтары бойынша ресейлік әріптестердің тәжірибесімен бөлісті. Арнайы курстың мақсаты инновациялық білім беру өнімдерін құруда, педагогтер мен білім беру мекемелерінің басшыларын желілік қауымдастыққа біріктіруді көздейтін заманауи ресурс мүмкіндіктерін ғылыми қолданбалы жобалар арқылы қолдану жолындағы педагогтердің тьютерлік қызметінің мазмұнын ашу. Қатысушылардың қызығушылығын туғызған өзекті сұрақтар біліктілікті арттырудың қазіргі тәсілдерін қолдану және инновациялық білім беру мекемелеріндегі тәжірибені шыңдау мәселелері төңірегінде болды. Филиалдың профессорлық, оқытушылық және тренерлік құрамы өздерінің әріптестері Челябинск біліктілік арттыру және қайта даярлау институтының тәжірибесімен танысты, талқылады және нәтижелерін ортаға салды. Арнайы курс ашық және достық қарым-қатынаста өтті.